ұстаз әйел қыздар желіге сурет салуға дұрыс емес деп айтады. Бірақ көп орамалдағы мотиватор психологтарымыз атақты кісілер фотосын салады. Соны мен түсінбедім. Алла оларға хидаят берсін. Алла оларға хидаят берсін. Олар бұл мәселелерде шариғаттың талаптарын ескеріп жатқан жоқ. Шариғаттың талаптарын ескеріп жатқан жоқ. Жай ғана әшейін бір мысалы бір рекламаның бір жарнамада әшейін бір қатып тұрған суреті болса жарайды. Көп орамалдағы қыздар қазір тойда билеп жүр. Инстаграмда билеп жүр. Көп орамалда қыздар, тіпті кейде ұстаздар қайта бағанағы жырқылдап, күліп, сторис түсіріп, шариғаттың шеңберінен шығып жатыр. Алла ол кісілерге хидаят берсін. Алла ол кісілерге. Кейбіреулері сол блогерлердің соларға қызығып, сол блогерлікпен ауырып, кейбіреулері сол напақаның бағанағы сол ақша табудың былайша айтқанда азартына кіріп, өкінішке қарай мынау Инстаграм, ТикТок деген дүниелер пайда болғалы бері, мынау Фейсбукта ондай нәрсе көп емес. Мысалы қарайтын болсаңыз, нақты осы Инстаграм мен ТикТок пайда болғалы біздің орамалдағы көп әпке қарындастарымыз шектен шығып кетті. Алла оларға хидаят берсін. Ол дүниенің артынан қуып олай шариғаттан шығып кету дұрыс емес. Рызық Алладан, рызық халал болу керек. Ол үшін бірінші Алланың талаптарын ескеру керек. Бізде өкінішке қарай қазір қайта шығады, суреттерін қойып, бағанағы сондай бір дұрыс емес, жалпы әдепке де сай келмейтін нәрселер болып жатыр. Алла ол кісілерге хидаят берсін.